Сәби ойы. Үлкендер бізді еш нәрсені түсінбейді дейді. Жоқ, мен мүлдем келісе алмаймын. Біз сөйлей алмағанымызбен айналада болып жатқан әрбір құбылысқа мән бере қарап, ойлай алатындығымызды қайдан ұқсын. Міне қазір ғана жан әкем бетімнен сүйіп, алтын қызым деп маңдайынан иіскеп жұмысына кетті. Кеше кешке үйге келгенде үстінен жағымсыз иіс шығып тұрды. Алдын алып бетімнен сүйгенімде әрең шыдап тұрдым. Анашым әкеме баланы ішімдік ішкен күйіңді ұстама деді. Әкем анамды тыңдаған жоқ. Қызым әлі кішкентай ғой, арақты қайдан білсін деп мені еркелете түсті. Ал мен болсам расымен де ойланып қалдым. Айтыңыздаршы, ішімдік деген жаман нәрсе ме? Онда оны ішпе деп папама айтуым керек. Бірақ қалай? Мен әлі сөйлей алмаймын ғой. Әттең тезірек сөйлесем ғой. Әкеме жаман нәрседен аулақ болшы, жан әкем. Сіздің амандығыңыз, деніңіздің саулығы біз үшін қымбат қой деп айтар едім. Сосын жан әкем мен жан анам ұрыспаса екен деп тілеймін. Кейде мен де қателесемін. Я, қалай дейсіздер ғой. Бір күні анам құрбысымен телефон арқылы ұзақ сөйлесті. Ал менің қарным қатты ашты. Сосын тамақ берсін деп жылай бастадым. Менікі дұрыс емес, бірақ қарным қатты ашқан еді. Сосын папам мамама қызға қара деді. Мен қатты қорқып кеттім. Содан кейін қарным ашса да жыламаймын деп өз-өзіме сөз бердім. Себебі қарнымның ашқаны маңызды емес. Маңыздысы анам мен әкемнің татулығы. Себебі мен оларды қатты жақсы көремін. Қазір де ойланып отырмын. Бірақ не туралы екендігін айтпаймын. Себебі мен әлі сөйлей алмаймын ғой.